Каре, біз бүгін супер кик-офф деген ойынды ойнайтын боламыз. Біз бұл ойын қазір мен атын жазып қалдырам. Бұл ойында не істейтінін айтайын. Сен өзің бірінші 4 лиганы таңдайсың. Мысалы мен серия А, германский лига, Ла Лига, АПЛ таңдадым. Солай таңдайсың, сосын одан кейін өзің ұнайтын команданы таңдайсың, или өзің қай команданы таңдағың келеді, соны таңдайсың. Мысалы мен Реалды таңдадым. Бүгін біз Реалға карьера ұстаймыз. Біздің мақсатымыз Кубок Испания, Ла Лига. Бірақ біз бұл жол Лига чемпионовқа қатыспаймыз, себебі біз бірінші жыл ойнағанда өзі солай жасап қойған ба бөле. Ал келесі жылы Лига чемпионы шығады, сонда келесі жылдың аяқталғанына дейін ойнайтын боламыз. Ал бастаймыз. Мен Реал қазір біз трансфер жасаймыз бүгін. Мен Беллингем, Мбаппеларды аламын ба білмеймін, аламайын. Менде қалай 250 миллион тұр десеңіздер, сіздерден осына кіресіз, сосын мына жерде менде 0 болып тұр, мен құрып тастадым. Осында қанша болады? Менде мысалы қазір жоқ, өсті қанша болады, сол сонша ақша келеді ғой. Сонда менде қазір 250 миллион бар. Мен бұл жерде Бенземаны сатып жіберейін деп тұрмын. 22 миллион евроға. Бірақ мен 25-ке сатып көрдім. 25-ке Роналду. Және маған керек емес. Модрич. Карри игроктар керек емес маған. Карри және басқаша. Мына жерде Кросс бар екен тағы да. Кроссты 20-ға жіберсе әдемі болатын. Жіберді. Бәрі алып отыр. Бүгін жолымыз болып отыр. Көп салып отыр. Және Начоны да сатып жібереміз. Өз бағасына кете берсінші, ол Ибизаға кетті. Және арендаға кімді берем? Жоңғалуар Родригес тұра берсін бұларын. Қазір 295 миллион бар. Біз бұл жерде трансферді бірінші нападающыны бастайық. Міне, мысалы сіздер 192 миллион деп тұрған шығарсыздар, бірақ қараңыздар, осыны бассаңыздар 312 миллион сұрап тұр. Бірақ біз оны бере алмаймыз. Сондықтан басқа біреуді алу керек. Мартинез неше екен? Көрейік. Жоқ, қымбат. Бізге арзанырақ және сапалы ойыншылар керек. Мысалы, Нкукуды көрейік. Жақсы бас алуға болады. 112 миллион. Білмеймін, көреміз, алып жатырмыз. Мына жерде Джонатан Дэвид, Мартинелли, Ромеро Лукаку, Джек Грилиш, Габриэл Жезус, Ферран Торрес, Садио Мане, Муса Диабу деймін. Біреуді алу керек енді, арзан бағаға болса да. Ереми. Кімді аламыз? Джоэлтон. Гонсало Гюдиш, Юсуфа. Карем Дэвид. Риад Марис, Себастьян Халлер. Гонсало Рамос. Маған бұл жерде кімді алу керек сияқты, бағана игроктың атын ұмытып тұрмын қазір. Үстіге жүре берін өз ақшаға. Нкуку. Нкуку. Нкуку алайын ба, алмайын ба? Кристофер Нкуку. Рейтингі жақсы. Жасы 25-те. Мен ойымша болады, алайық. 100 миллион сұрап тұр. Онда біз кімді аламыз? Бүйтіп жүре берейік, астына. Қайсыны алсам болады? Расмус Хойланд деймін? Жоқ. Джеспер Карлсон. Трансферге уақыт көп құртпай қойын. Қазір өзім алғанды көрсететін боламын. Достар, мен
өте керемет ойыншы таптым. Небәрі жасы 16-та. Міне Эндрик деген. Небәрі жасы 16-та. 20 миллион. 69 рейтинг өте жақсы бұл. Осындай юрықтарды алып алу керек. Мен сіздерге алуға кеңес беремін. Өте жақсы юрық. 28 миллион евроға Эндрик алдық. Енді мен пауза ашталардан Жамал Мусиала маған нақ болды. Бағасын көрсек. Несекен. Немесе бізде пауза аштағандай. Пауза ашты. Білмедім. Пауза ашты бір алу керек. Маккалистер жоқ. Бруно Гимарайш, Зеленский. Пакетта. Доминикті алайық. Так, бағасы неше? 61 миллион сұрап тұр Лейпциг. Лейпцигтің уже 2 еуроны алып алдық қойыз. Жоғын көкілді алмадық. Достар кешіңіздер сатыс кеттім. Так, енді бізге бір зашты керек. Ой, крайны зашты керек. Кімнің орын басатын Карвахаль. Бұл жерде мен өзім айтым маған. Қайсын алсақ болады? Муссар емес. Регулион емес. Жоқ, нолыр. Өте арзан болып кетті оғанша біз мына жерден аламыз. Зинченко ма? Жоқ, Зинченко керек емес. Люкшоу. Джеймсті алайық па? Достар. Жарайды, Джеймсті алсақ. Жас қой. 59 миллион сұрап тұр. Керемет. 60 миллион қып бере салады. Енді защита. Біз бұл жерде аламыз. Кімді алсам болады? Маған андайлар ұнамайды. Мысалы, Вандай, Рамос, соларды сіздер алғыларың келіп тұр, бірақ мен білмеймін. Басында алым келген, көп ойнағандарға сіздер алғыларыңыз емей алады шығар. Білмеймін, маған сөйтіп қалды. Сен Ботман жап-жас және де жақсы игрок. Қайсы неше миллион бұл? 48 миллион. 49 алып бере салайын. Қайсы осы составпен? Осы состав жарайды. Осы составпен жүреді. Обай осы составтан ойнайық. Заштамын басатындар. Кеттік бірінші ойын. Ойындар осылай жүреді. Біздің бірінші ойынымыз 5 август 2023 жыл. Так, Элчеге қарсы Барселона 3 гол салып тастапты. О, біздікілер жағады. Бізде Вини 2 гол салыпты. Вини 2 гол салып бізді құтқарды. Келесі матч Барселона. Ұтылып қалмасақ болған. Ұтылып қалсақ ұят болады. Ұят болмайды, бірақ Барселонаны мақтамайды. Йо, достар, 4-2 ұттық Барселонаны. Эндрик. Небәрі 16 жастағы ойыншы. Көріңіздер ме? 1 гол салып. Рудигер Сазабаль. Анан атын оқи алмаймын. Родриго Сазабаль ойыншы. Менен Винисиусты Бохум сұрап отыр. 184 миллион евроға бермейміз әрине. Вини жай адам, жай игрок емес оларға. Вальядолид. Кубок Испанияның бірінші кезеңі. Винисиусқа пенальтиді бердім. Винисиус қалай тебеді екен? Винисиус және гол. Бізде Грана жоқ, Вальядолидпен қарсы ойнап жүріп жатыр. 2-0 өтіп отыр. 3-0. Рудигер, жарайсың. Бірінші тайм аяқталды, енді екінші таймға көшеміз. Сазабали 4-0 өтіп отырмыз. Бастапқы кезеңіміз өте жақсы. Және Атлетико Мадридқа қарсы ойын.
Өте жақсы. Литас Метрополи Карраско бір гол салды. Және 2-0. Жоқ, біз 2-0 ұтылып қалдық. Қайс? Мә, 7-ші орынға түсіп қалдық, достар. Бірақ бұл бастап қойды. Қазір ұтылмау керек, бірақ біз бірінші матчында ұтып тастадық. Вальядолидті 4-0. Және қайда Реал Мадрид? О, енді жарайсыңдар. Көрініздер ғой, қалай гол салып жіберді. Енді Соседат қарсы ойын. Мына жерде Карвахальды қояйық, шынала шаршап шалдыға батыр екен. Вальверден Камавинганың орны. Соседат Эндри Ксарға салып қалды. Достар, кешіріңіздер, бағана менде телефон қуып қалды. Және мен бұл жерде Соседатпен қайттан ойнаймын. Тағы да гол салды олар. Кім? Көрмей қалдым. Мә, нече. 7-ші орыннан тұрмыз. Қайтеміз енді. Родриго жақсы. Сазабали өте керемет ойыншы екен. Алуға кеңес беремін. Өте мықты. Бізде Луис Лопес кете берсін, бізге бұл керек емес. Реал Мадрид, Вильяреал. Кеттік. Реал ойыншылары Чуамини. Жақсы. Осылай аяқтап тастасақ жақсы болатын еді. Иә, ұттық. Және біз достар 5-ші орынға түстік. Енді бізге бір бәле қалып 1-ші орынға жетіп алу керек. Доверие 100. Ол кубок, келесі матч бізде Кубок Испания. Осылай және де осылай көруге болады. Өте жақсы ойнауға кеңес беремін. Кеттік ал. Тенериф деме? Тенериф. Гол жоқ, достар, бірінші таймда. Салас. Чуамини Реалды құтқару үшін жаралған игрок. Әрине біз Камавинганы қоямыз. Карвахаль. Сашта Милитауны қойықшы бұрынғы. Эндрик жарайсың. Достар, мен 2 ақтан сөйлесем, бұнда қоқтамайды, қыстады, жазды, любой момент трансферсі болады. Мүмкін сіздер комментқа жазып жүріңіздер, қандай жақсы трансферлер бар. Мен сол сіздер жазғанды ақшам жетіп тұрса алатын боламын. Біз бағана ойында ұттық я. Қайс? Севильяны ұттық. 3-1. Севилья 1-ші орында тұрып бізден ұтылып қалды. Тенериф тағдары реванш ала ма бізден? Біз шығамыз ба 1-6-тан 1-8-ге? Асенсионы орын алмастырып, Сазабали, Васкес, Дани Себалс, Диосла. Слабый стамдамен. Егер Расимсо бұлтма. 4-0. Тағда не келіпті? Ферлан мен дейді сұрап атыр. Береміз ба, достар? Жоқ қойш, бізде игрок өзде аз ғой. Васкесті зорына қойайық. Мен дейді шығарайықшы бір ойын.
Önüm oldu. Oldu. Odi Oslan'ı çıkararımız. 24 sentyabr. Biz men октябрьде видеоны аяқтайтын болам. Октябрь болғанда, бірақ ол осы ойында. Сосын келесі бөлім салатын болам. 2-0 ұтып жатыр Атлетик Билбаоны. Бір гол салып жіберді. 2-2 достар. 2-2. Жоқ, Виниға. Ал Вини. Саған сенеміз. Вини. Үмітіміз сенде. Және Вини. Және Васкес. 4-3. Не деген ғаламат ойын болды бұл. Және достар, бізде 1 октябрь. Соңғы ойынымызда Рюдигер туралы тұрады, не білмейміз. Валенсияға қарсы. Достар, келесі видеода 2-ші бөлім салатын боламыз. Және комментқа мен қай нәрсені дұрыс демедім, қандай трансфер алым керек, соларды айтсаңыздар. Я достар, біз бұл ойында да гол салған, бізде Винисиус Жуниор. Және достар, сау болыңыздар. Келесі частын салатын болам. Біз ол кезде де трансферлер жасаймыз. Сау болыңыздар.